Қалайсыздар, кеш жарық. Мен даусым қалай естіліп тұр? Маған комментарийға жазып кете салыңыздаршы. Қалай шығып тұр? Дәурен, қалайсың? Сапар мырзаға жібердік, қазір күтейік. Рахмет кері отзыв беріп атқандарыңызға. Бүгін сұхбатта не подарить етеміз? Алдыңғы сұхбат ұнады ма? Көргендер бар болса. Қазір сапар келіп қосылғанша сұрақтар болса сұрақтар қойып отырыңыздар, сұрақтарға жауап беріп эфирімізді бастай берейік. Рахмет, күшті болды. Жұмыстасың ба деді. Жоқ, жұмыста емес, мен қазір офистамыз. Кеш жарық. Барлықтарыңызға енді қосылып жатқандар болса, бүгінгі біздің сұхбатты Сапар Абдрахман мен маркетологпен сұхбат белгілегенбіз. Сағат 10-ға 1 минут өтті, 1 минут кешігіп жатыр. Сұрақтарыңыз болса сұрақ қойып отырсаңыздар болады эфирде. Қазір эфир сұхбат басталғанша өзіміз жауап беріп отырайық. Маска қойып алсам қалай болады екен? Маска керек емес. Кеш жарық, қалайсыздар? Енді қосылып жатқан жандар. Кім не істеп жатыр, кім қай қаладан жазып отырсақ та болады. Сымбат, қалайсың? Біз эфирге сақадай сай дайын отырмыз. Қанша адам отыр? Бізде 6 адам отыр. Жақсы, рахмет. Біздің қонағымыз кешігіп жатқан сияқты. Пельменді Есімхан отзыв беріп кетті ғой. Бірақ басқалар білмеймін. Басқа тамақ істемек қойшы деді, осымен тоқтата салшы деді. Келесінде тамақ істемеш, саған өзіміз сатып берейікші деді. Маған Есімханға ұнады. Эфиріміздің тақырыбы кешкі сұхбат емес, түнгі сұхбат деп жазып қою керек беді. Түн бопты ғой уже. Сапар
Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Алейкум ассалам, шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Осылай прямой эфирде Кешіктіңіз ғой уақыттан, белгіленген уақыттан. телефон өшпаған, сол заряд, қазір зарядта тұр. Бәрі дайын ба сіз жақтан? Сіз жақтан дайын, сіз жақтай болсаңыздар. Вот, міне, отыруға дайын кісілер. Эфиріміздің қонағы. Иә. Так, ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы кеш. Бүгінгі түнгі студия. Сіз студия ашып алсаңызшы, түнгі студия деп. Иә, әртүрлі форматта көріп отырмын. Егерде алдағы уақытта да осы формат ұнайтын болса, егерде тағы да қонақтарды шақырып осылай эфир жасаймыз деген ниет бар енді. Жақсы. Басқаларға пайдалы сәл. Жалпы, бүгінгі форматты анықтап айтып өте салайын. Сіз жақта бір қараңғы өшіп қалып жатыр ма? Сәл. Иә, нормально болды. Нормально ма? Иә. Сен деп сөз берейін, Сапар, жастымыз ғой. Иә, айта бер. Имарау, давай, на ты осы. Жалпы біздің сұхбат форматында болады, мен сұрақтар қоямын, сол сұрақтарға жауап берсең. Жақсы. Астындағы жазулар саған көрініп отыр ма, комментарийлар? Алдыңғы эфирде көрінбеді тұс? Иә, көрініп тұр. Болды. Мен айтпақшы тағы бір айтып өте салайын. Мен телефоным бар, екінші телефон, соған қарайым, сұрақтарды осыған дайындап қойғам ғой, соған кейде назарым бұрылуы мүмкін да. Болды ғой, дайынсыз ба? Біз дайынбыз. Болды. Кішігірім өзімді таныстырып өтсем, мендегі танымайтын адамдар да бар да, негізінде. Алдында сұраған еді, осы Сапар деген кім ол дейді. Мен өзім білетін Сапар, біраз адамды оқытқан, сол қанша адам оқыттың, қанша жылдық тәжірибесі бар маркетолог. Өзімді кішігірім бір таныстырып өтсең. Есім Сапар, фамилия Абдрахман. Қазір таңда интернет-маркетолог саласынан кәсіп саласына өткен маманымды айтқан кезде. Неге десе, өйткені қазір шүкір командада, мамандарда, яғни именно осы маркетологтарды бір командаға жинап, қазір сол мамандармен бірге өте жақсы проекттер жасау үстіндеміз. Мен 2019 жылы осы Шымкент қаласында интернет-маркетинг саласында көптеген нақты санмен айтқан кезде тегін мастер-класстардың өзінде 5800 адам қатысқан. Жалпы менде 18.000 база жиналған екен сол мастер-класстан. Жалпы сол жылы Шымкентте 25 дүркін мастер-класс жасадық жалпы сол кезде. Енді мен сіздерге қысқа нұсқа айтып кететін болсам, мен инфобизнесмен емеспін. Неге десе, оған бұлай айта аламын. Мысалы 2019 жылдары менде жатқан кезде бізде промоушн деген маркетинг агентство болды. Мақсатымыз Инстаграм жүргізу, таргет жасау бойынша ашылған тоғыз негізінде. Сонымен, біз тренинг жасап, тренингте біз өзіміздің услугамызды ұсынған кезде Шымкентте көптеген адамдар біздің услугамызды қымбатсынып, неге оқытпайсыңдар деп көп адамдар ұсынғаннан кейін, біз содан кейін сабақ өтуді жөн көрдік. Яғни үйретуді, мамандар дайындауды деген секілді. Қазір таңда нақты жұмыс жасап жатқан 2 жобам бар. Бірінші сабақ онлайн деген ұбт-ға дайындайтын платформа. Қазір таңда 20 қалада серіктесіміз бар жұмыс істеп жатқан. 2,5 айда 28 франшиза саттық. Осы 2020 жылы. Сол 28 франшизаның 25-ін 26-ын мен өзім саттым. Франшизаның бағасы миллион теңге айтқан кезде. Қазір біз серіктестікті қайтадан сатуды қолға алдық, өйткені 3,5 айда платформаға 17 мың оқушы жинадық. Маркетолог, не үшін маркетолог болып жүрмін, өзімнің проектімді дұрыс дамытпасам деген оймен білім беруді тоқтатып қойған едік. Қазір таңда енді қайтадан кино түсірттік, Мейрам деген балалар кино студиясына. Таргетке айына $3,000 реклама салып жатырмыз. Сонымен жиналып жатыр. Мен алып кетші тұр. Уже детский время закончить. Бір сөзбен, бәрін жинап айтқанда,
Ал айта беріңіз, болды. Айттыңыз. Баласы бар ма? Түсінетін Нормально. шығар. Иә. Бір сөзбен айтқанда барлығын қосып жинағанда маркетолог деп айтамыз ба, или кәсіпкер деп айтамыз ба? Қазір давайте тема кәсіп емес, маркетолог саласын айта берейік, өйткені кез келген бизнесті ашпастан бұрын сатумен клиент тартуды, яғни трафикшн үйрену керек қой. Қазір әлеуметтік желінің біраз мүмкіндіктерімен бөлісейік. Яғни қазір мына жердегі адамдардың, қарапайым адамдардың, мысалы Инстаграмда аватар кісінің өзі қате болып тұр да. Яғни ол жаққа қарай түспей қой. Қазір бізден өзіміздің бағытымыздан айнып кетуіміз мүмкін. Қазірше адамдардың несіне. Соңғы жақтарында егерде уақыт жетіп жатса, сұрақтарына жауап беріп отырамыз ол жақта. Жалпы, мен сұрақым, сапардың бір күндік жоспар жазыла ма? Жоспар жазасың жалпы бір күндік? Бір күндік жоспар деген менде болатын. Мен пунктуальный адам болған кезде жазамын. Қалай түсіндірсем екен? Қазір таңда күндік жоспар деген менде шын айтқан кезде жоқ. Күніне нақты жасалынатын 3 жұмысым болу керек. Осы 3 жұмысты мен түске дейін бітіремін. Түстен кейінгі уақытымды мен көбірек, яғни бос уақытым көбірек болған қалай, мен сол уақытта мүмкіндігі барынша бүкіл фокусты жұмысқа, білімге, отбасыға арнаймын үшін. Жалпы жоспар жазылмайды түсінген бойынша, бірақ 3 нақты тайм-менеджментті әрине қолдану керек. Адамда ең мықты, бұл ең құнды нәрсе бұл уақыт қой. Сондықтан уақытты тиімді қолдану. Мен мысалы түске дейін ең маңызды нәрселер істеймін. Мысал ретінде осы жерде бір инсайт болсын, сізге де бір инсайт болсын. Мысал ретінде былай қарайға, біз күнде 8 сағат жұмыс істейміз, мысал ретінде. Мысалы 8 сағаттың нақты жұмыс істейді, қалай түсіндірсем екен. Мысалы бір күнді 100% деп алатын болсақ, соның 80% жұмыс істейміз, 20%-ын демалуымыз мүмкін, отбасымызға арнау мүмкін. Соны наоборотынан істеп көру керек. 20% жұмыс істеп, 80% демалатындай, 80% отбасыға арнайтындай етіп істеу керек. Ол кезде ол қалай жұмыс істейді? Мысал ретінде айтатын болсам, менің ең важный жұмыстарым 11-ден 1-ге дейін болады. Біздегі жұмыс 11-де басталады. Қазақстанда біз шығар жалғыз жұмысты 11-ден бастайтын. Бізде жұмыс 11-ден басталады. 11-ден 1-ге дейін менде самый важный жұмыстар болады. Потом 1-ден 4-5-ге дейін менде уже уақыт семьяға кетеді. Достарыма кетеді. Основный негізі кездесулердің барлығын мен сағат 5-тен 7-ге дейін қоямын. Кездесулердің барлығын. Солай қоямын. И маңызды встречаларды таңғы уақытқа қою керек. Таңғы уақытқа, яғни завтрак ішуге қою керек. Соныз ба? Сол кезде продуктивный болады. Мен осылай жасаған кезде, көп адамдар отбасы болмаған адамдарға көп түсінбейтін шығар. Ертең внимание жетіспейтін адамдар көбейеді. Сол кезде уақытты дұрыс басқарып, отбасыға да жақсы уақыт арнап, бизнесіңізге де уақыт арнап, командаңызға да көп уақыт арнау керек болады. Тамаша, түсінген бойынша күндік жоспар жазылмайды, бірақ бекітілген қағидалар бар. Негізше жылдық жоспар, алға сапардың қанша жылға жоспар жазылған? Ол жазылған ба бір жерде? Тәптерде, неде? Пландар? Мен негізі көп адамдарда негізі болады. Мен де оны командама жаздырам. Жылдың соңында, туылған күнім уақытында адам өзіне есеп беретін 2 кезі болады ғой. Өзінің туылған күнінде өткен жыл мен не істедім осы жыл деген секілді, болмаса жылдың соңында осы жыл не бітірдім деген секілді. Жазылады, міндетті түрде болады, жазамын. Мысалы 2020 жылы менің 2020 жылға қойған мақсаттарымның 72%-ні орындалған. 2020 жылға. Солай. Негізі принципе жазылады. Жылдық, бірақ 5 жылға деген нәрселер біздің Шымкенттің тілмен айтқан кезде шлей болып кетеді. Бірақ визуализация бар, қайда бар жатқаныңды білесің. Принципе планың бар, бірақ әрекетіңе де байланысты ғой. Тағы бір сұрақ. Адам өзінің жеке дамуы үшін қандай әрекеттер жасау керек сенің ойынша? Мен білетін 3 әрекет. Біріншісі бұл жеке даму үшін білім. Міндетті түрде үнемі білімде болу керек. Мысалы, мен шынымен мойындаймын, мен көп кітап оқымаймын. Мысалы, көп адамдар кітап,
кітап көп оқитын шығар мысалы ретінде. Айтады, көп кітап оқыған адамдар бай бола ма, бизнесмен бола ма, миллионер бола ма деп. Если көп кітап оқыған адамдар миллионер бай болатын болса, біздің анау университетте, колледжде профессор деген нәрсе болмайтын еді. Профессорлар ең көп кітап оқыған адамдар мысалы ретінде да, қарап тұрсаңыз. Екіншіден, ортаға байланысты, өзіңе дұрыс орта қалыптастыра білу. Мысалы біз қазір менің өзімнің араласатын ортамдағы ең кіші жастағы адам 95-ші жылғы екен. Мысалы ретінде мен өзім білем. Мен өзім 97-ші жылғымын мысалы ретінде. Ортаңа байланысты менің ортамдағы ең табысы аз адамның өзі кеше қарадым 280 мың екен. Ең табысы аз адам. Ең табысы көп 18 миллион екен. Бір айда табатын табысы. Вот солай ортаңа байланысты үшінші нәрсе, саған міндетті түрде садикте, мектепте, университетте, колледжде саған куратор, ұстаз деген болғанша, бірақ шынайы өмірде саған ментор керек болады, наставник керек болады. Осы жеке дамуға үш нәрсе қажет. Өзіңнің менторың бар ма? Ментор бар. Кім? Ментор менің саламда емес, бірақ басқа салада. Осы Шымкентте. Қазіргі менің менторым, негізі ментор менде әрбір 3 ай, 4 ай сайын жаңа менторлар пайда бола бастайды менде. Мысалы, қазіргі ментор менде Мулкибаев Қанат деген ағамыз бар. Шлакоблок шығарумен алсақ, производствомен қазір таңда 17 точкасы бар, и бір заводы бар. Бар дер шлакоблок шығару бойынша мықты бизнесмен кісі үшін. Бүкіл кәсібіме байланысты бүкіл сұрақтарды сол кісілерден аламын негізі жауабын. Бірақ медиа саласында жоқ сияқты ғой? Медиа саласында именно әлеуметтік желілерде үлкен кісі сияқты. Сапар, осы сұрайын дегенім өзімнің салана байланысты. Қазіргі жарнама жасау мен баяғы жарнама жасаудың разницасы бар ма, айырмашылығы? Өзің айтып өтші. Айырмашылық бар, өте көп. Мысал ретінде, менде карантин уақытында суши пицца болды. 2020 жыл Кран суши деген суши пицца аштым. Бастапқыда көптеген блогерлердің рекламасын қарасаң, қолын телефон ұстап, уже лоф сатады. Лоф деген уже прямой сату деген сияқты да. Одан қазір өтпейді. Қазір мысалы біз өзіміз айына кемі 3-4 блогермен жұмыс істейміз. Оларға реклама жасаудың өзінде арнайы сценарий құрамыз. Продающий сценарий құрамыз. Бір күн бұрын мысалы ретінде соңғы бір реклама берген кезде бір қалымға қатысқан бір жақсы кісі болды, қыз болды. Сушиде реклама істеттік. Ол кезде бір күн бұрын мен сушиден отравление болып қалдым деді. Бүкіл аудитория шок болды. Қалай, неден, кімнің сушиі, бізде жеп жүрмейік оны деген сияқты болды да, короче. И потом тағы бір сторис салды, қандай сушиді кеңес бересіздер Шымкенттен деді. Сол кезде барлығы Гензо деді, басқа деді, барлығын айтты, короче. И сонымен, короче, Гранд суши деген бар екен, өте жақсы екен. Өзім гарантия беремін сапасына. Жек көрсеңіздер өкінбейсіздер деп уже. Продающий сценариймен жұмыс істеген кезде басқа блогерлерден, мысал ретінде, сценарийсіз құрылған рекламадан 15-20 заказ келсе, сценариймен құрылған рекламадан 80 заказдан жоғары болды, короче. Сол секілді. Оның бәрі бір жоспар салынды ғой, иә? Бұрынғыдай лов сату жоқ, белгілі бір стратегиямен, сценариймен болу керек. Мен өзімде бір оны көрген сияқтымын, естіген сияқтымын, именно осы оқиғаны. Анау, қазіргі енді бизнес бастап атқандарға қандай жарнама құралдарын қолдануға болады? Мына жерде бизнес бастап атқан адам бар ма? Плюс қойсыншы, мен айтамын. Бизнес бастап атқандар ма? Мендегі аудиториямның біразы бизнес сұрайды, менен сұрақтар келеді, қалай істейміз, маркетингті қандай деп ше, бәрі көбісі бизнес бастағысы келетіндер. Соларға қандай өзін атап өтетін? Мүмкін бұл эфир сақталып қалады, басқалар көреді. Дұрыс айтасыз. Бизнес бастау енді қайтсам екен, көп адамдар сұрайды, қандай бизнес бастасам деп ойлайды, мысалы ретінде. Бизнесті бірінші қалай бастау бойынша түсіндірем, и потом бизнес бастағандарға арналған бір-екі инсайттарын бөлсем. Мысалы ретінде, араларыңызда кейбір адамдар болуы мүмкін, қолында белгілі бір қаржаты бар, бизнес бастағысы келеді, бірақ қандай бизнес бастайтынын білмей жүреді. И ондай адамдарға беретін кеңесім, көп кісілер ойлайды, так что бизнес это магазин, ол бір точка болу керек, оның сыртында
үлкен анау жанып тұратын диоды жазулар болу керек деген сияқты көп адамның психологиясы қалып қойған мысал ретінде. Мысалы біз қазір заманауи, яғни онлайн бизнес жасауды көрсетеміз да мысал ретінде. Яғни сенің белгілі бір білімің бар, тәжірибең бар, осы екеуін қосқан кезде сенде қабілет болады. Өзіңнің қабілетіңді сату тоже бизнес негізі. Қарап тұрса да, яғни егер сен бірдеңе бастайтынды білмей жүрсең, не бастарыңды білмей жүрсең, просто срок өтпейтін, қайтсам екен, ешкім жал жасамайтын өзіңнің қабілетін сатып көр. Мысал ретінде жақсы косметолог болсаң, өзінің косметолог біліміңді сатып көр, біреуге үйретіп көр. Опытың болса, сертификатың болса, мысал ретінде да, шын мәнінде андай бір. Қазір көп қой, жүзді білмейтін, бірақ жүзді үйрететін адамдар көп та мысал ретінде. Анау болмаса біздің мектептегі дыш ағайларымыз сияқты да, өз олимпиадаға бармаған, бірақ жүгіріп қояды да 40-45 минут бойы. В общем, сондай кісілер болмаса, в принципе, онлайн бизнес жасауға болады. Ал екінші, бизнесі бар, бірақ дамыта алмай жүрсе, жаңадан ашылған болса, реклама просто дұрыс оффермен, кемі 7 түрлі, әртүрлі креативпен, кемі 7 оффермен таргет жіберу керексіз. Просто қараңыз, қайсы баннеріңіз, қайсы офферіңіз атып жатыр, бюджетті көтересіз болды. Қай жақтан ақша шығып жатыр, сол жаққа салу керек. Менің түсінгенім сол. Кейбір кісілер болады, бизнес жасап жатыр, сәл ақша тауып, қолына миллион теңге түскен кезде уже қуа бастайды. Екінші бизнес ашсам ба деп ойлайды. Ондай нәрсе менің жеке шәкірттерімде де, менторствома қатысқан шәкірттерімде тоже болды. Маған келген бір жігіт болды. 300 мың теңгемен келген, 3 ай менің менторствомда таза 2 миллион 800 мен шықты. 3 айда 2 миллион 800 мен шықты. Ана жігіт қуды, короче. Менторством бітті, маған айтпай, бүкіл ақшасын мебельге салып жүрген. Анау үйде қонақ бөлмеде отыратын стол ғой. Сондай стол шығарумен асып кеткен. Ана сада өзінің опыты жоқ. 1 800 000 қадалып, маған қайттан кеп тұр. Сапараға не істеймін деген секілді. Сол секілді, қай жақтан ақша шығып жатыр, просто соған ақша салу керек. Енді бастап жатқандарға кеңесім. Түсінікті. Енді, мысалы, бизнес бастап жатқандар, мысалы, жарнамаға аз ақша салып, көп, андай қалай айтса, ақшаны аз салып, көп клиент әкелуді ойлайды да, көп. Сол қалай дұрыс па? Ақшаның рөлі қанша маңызды рекламада, клиент шақыруда? Так, ақшаның рөлі маңызды болғанда қараңыз. Мысалы, мен бүгін сабақ онлайнға 2 креативті таргетке тестпен жүріп көрдім. Екеуі $5 біреуі атты, біреуі атқан жоқ. Атқан баннерімді бюджетін көтеріп, қайттан қойып қойдым. Атпағанын тоқтатып қойдым, өшіріп қойдым да. Вот, ең бірінші аздан бастау керек. Сосын қазіргі жастарда анау көп инфобизнесмендерге, болмаса блогерлерді көріп, мотивацияға той болады да, мен масштабты түрде жинайын дейді, мен үлкен қылып істеймін дейді, басқа қылып істеймін дейді, қаталады, короче. Сол себепті мен айтатын кеңесім, көп ақша табуға емес, постоянно тұрақты табуға тырысу керек, тұрақты түрде. Ақша сізге стабильно келіп жатса, сіз ешқашан минусқа кетпейсіз. Если сізге ақша бірден көп келіп, потом тендершілер сияқты бір тендер ұтады, 3-4 миллион теңге, ана тендердің документімен 3-4 ай жүреді, сонымен нөл болады. В общем, сондай болмау керек. Жақсы, рахмет. Анау қазіргі инфобизнесмендерге той болады деп айтып қалдың ғой. Сол өзің жалпы инфобизнесмендерге қазіргі ойын қалай? Қаншалықты дұрыс инфобизнесмендерді қаншалықты танисың? Мен енді қазір таңда, мысалы, біз қайтадан көп адамдардың сұранысы бойынша қайтадан біз 2 айлық офлайн форматта курс жасап жатырмыз қазір, интернет-маркетолог курсын. Тоже мен былай қараған кезде, бізде 2 айда мен 1 апта сабақ береді. Қалған 7 аптасында бізде 7 түрлі спикер сабақ береді. Сонысыз ба? Тоже мен инфобизнесменге кірем, мысал ретінде. Мен осы талда жүргеннен кейін қазір мен бүкіл Қазақстан, Украина, Россия бүкілінің уже анализ істеймін. Қарап тұрсақ, біз просто Россия мен Украинадан көшіреміз. Сол көшіргеннің өзі бізде жұмыс істейтін негізінде инструмент. Воронкаларын көшіреміз, гайдтарын, чек-листерін көшіреміз деген секілді. Но инфобизнесмендерге той алып дегенде бұлай мынандай мағынада айттым. Мысал ретінде жаңағыдай кейбір кісілер бар, шын мәнінде психологпын дейді, бірақ психологты әртүрлі курстардан қатысып психолог болып кеткен кісілер бар да, мысалы. Жаңағыдай вебинарларына, тегін мастер-класстарына қатысып деген секілді.
иә, егер кімге психолог керек, маған жеке методта мықты психолог беремін, 27 жылдық опыты бар. Неде техта жұмыс істеген өте мықты психолог бар мысал ретінде. Вот реально жұмыс, ана кісінің дипломы бар, бір емес 4 диплом бар мысал ретінде. Ана кісі сенің миыңды ашып жауады, например. Вот сондай мамандармен жұмыс істеуге болады, жақсы жұмыс істеуге болады, и результатын көрсетуге болады. Мен 2019 жылы курс оқып жүрген кезде бір күн маған бір сұрақ қойды: Сапар, сен инфобизнесменсің ба? Жоқ, маркетологсың ба деді. Сол кезде мен тоқтап қалдым. Мен шынымды айтайын, мен инфобизнесмен дедім. Неге онда маркетингті оқып жүрсің деді да. Сонымен мен, короче, вот вопрос өзіме не үшін деген сұрақты өзіме қойдым, и потом курс оқып тоқтаттым сол кезде. И сразу неге кірістім? Маркетинг агентствоны қайттан дамыттым. Услуга жасадық біз. Командамызда 14-15 адамға шейін көбейді. Бір айда 30-38 компанияның SMM-ін, таргетін, жаңа нелерін жасап, вебинарларын, жеке брендтерін қалыптастырып жасап жүрдік, короче. И мен шын айтайын, осы 3,5 жылда, почти 4 жыл болып отыр екен, 100-ден астам компанияның рекламасын жасаған екенмін. Айтқан кезде. И менен оқыған адамдардың, именно білім алғандардың саны примерно 1,500 шамасында. Ақша төлеп оқыған шәкірттерім шамасы. И менің түсінгенім, сол кезде біз көбінесе андай неге жұмыс істеген екенбіз? Нәтижеге емес, количествоға жұмыс істеген екенбіз да, түсінгенім бойынша. Неге? Өйткені бізде уақыт аз болды. Мысалы, бір апталық сабақ, бір аптада не түсінетінін білмеймін, әйтеуір сол кезде үйреткен екенбіз. Жастық шақтың қызуымен. Қазір мен түсіндім, адамдарға уақыт керек, практиковать ету үшін, нәтиже шығару үшін уақыт керек екенін түсіндім. Өзінің айтып қалдың ғой, мысалы, 7 спикер деп жаңағы, сол 7 спикер өзінің команданда ма? Командамда, иә. Команданың мүшелері ғой, иә? Жалпы мүшелері өздері жұмыс істеп, ең бірінші білімді менен алды, потом мен ол неше түрлі Россияның, Юниттің қаншама курстарын алып бердім. Сонымен өздерін дамытты, қазір шын мәнінде өздерінің дәлелдеді, көрсетті. Сайттардың конверсиясы как минимум 60% болды. Сайттардың конверсиясы өте жоғары болды. Таргеттері прям снайпер болды бізде. Жазған оферлері прям клиенттерді құлата бастады. Сосын біз көбінді түсінбейтін шығар, қайсы оферін, мен оферін көрген жоқпын ғой деп. Біз основном аудиториямыз 16-17 жас. Біз ұбт-ға көп жұмыс істедік. ұбт-ға арналған таргеттер жүрдік. Егер жасыңыз 16-17 болса, біздің сабақ онлайн рекламасы сіздерге күнде шығады. Неше түрлі аптасына кемі 17-18 офермен тестаймыз айтқан кезде. Содан нәтиже болды. Қазір өзіңді қазір жетістікке жеткен адам ретінде санайсың ба? Жалпы, бірінші сұрағым, екінші сұрағым, толықтырып өтейін сұрағымды, жетістікке жетуге команданың рөлі қаншалықты маңызды? Қараңызшы, жалпы жетістік дегенде адамдар қалай түсінеді? Біреу үшін жетістік бұл ақша, мансап, атақ, дүние шығармысқа ретінде. Мен үшін жетістік бұл менің отбасым. Мен бәрін айтып, менің отбасым, менің жетістігім. Менің бала шағам, менің семьям бұл менің жетістігім. Ал қалғанның барлығы ол қайтсам екен, біріншіден бір Алланың қолында, екіншіден жасаған әрекетіңе байланысты. Командамен, мен де командада осы уақытқа дейін шын айтайын бір 50-ге жуық адам болған шығар, мысалы ретінде шыққаны бар, кеткені бар. Мен енді түсіндім командамен қалай жұмыс істеу керектігін. 4 жыл дегенде енді түсіндім командамен қалай жұмыс істеу керектігін. Қазір шүкір, команда өте мықты, өте активный, өте креативный, идеялары мощный, и өздері де жанып тұрып айтқан кезде. И табыстары да өте жақсы, короче. Жетістікке, енді жетістікті егер мен осы жердегі адамдардың қайтсам екен, ойымен, көзқарасымен, егер дүние, ақша, машина, үй, басқа деп айтатын болсам, мен қайтсам екен, әлі жетістікке жеткен жоқпын. Егер солай қабылдайтын болса. Мен жетістікке жету жолында жұмыс істеп жүрмін деп айтқан кезде. Жетістік деген мынандай болуы да мүмкін да, мысалы. Сен бір проекттің алдында өзің. Соны осыны жеткізіп береміз, осылай жасап береміз деп бір айға ма, мысалы бір аптаға ма істедің, соны бітірдің. Оның өзі бір жетістік қой, соны айтып жатырмын, жетістік деп. Ол ондай жетістіктер көп қой. Просто мен сіз сұрақты өмірдегі жетістікті бөлек, жұмыстағы жетістік бөлек қой.
Ондай жетістіктер көп әрине. Біз өзіміздің қойған планымызды орындағанның өзі бізге бір жетістік мысал ретінде. Бір айда белгілі бір план продаж қоямыз, оның өзі бір жетістік. Но әрине ондай жетістіктер көп қой бізде, күнде болатын жетістіктер. Сол ғой сұраған, тақырыптан ауытқып кеттік та негізі. Жалпы мына жерден бір нормально бір жарты сағаттай уақытымыз өтіпті. Қалай эфир ұнап жатыр ма? Былай от белгілеп қойсақ, адамдардан да сұрап отырайық, біз екеуміз отырып сөйлеп отыра бермей. Басқаларға да ұнап жатыр ма, пайдалы болып отыр ма? Сапар, тағы бір сұрағым. Өзің рискке барасың ба, көп барасың ба рискке? Риск жасайсың ба, жұмыс? Менің әр күнім риск қой. Күнде риск. Күнде әйтеуір. Қазір мен араларыңызда кәсіпкер кісілер болса, бір нәрсе түсіндіріп өтейін. Мен өзімнің кәсібімді дамыту үшін аптасына кемі 7 әрекет, 7 гипотез тестілеймін. Әр гипотезаның өзі риск. Атпай қалса тоже риск, мысал ретінде. Атса жақсы әрине. Ол 7 гипотезаның кемі 2-еуі атады, 5-еуі атпай қалатын кез болады. Әр бір әрекеттің арқасында белгілі бір қаражат болады. Мысалы, бір блогерге реклама беріп көрудің өзі бір риск па, қарап тұрған кезде. Ол рискке біз көп барамыз. Осы рисктің арқасында ең көп сен тілмен қадалған бана атпай қалған ең үлкен сумманы да айтшы, қанша? Өзін есте қалған, мә деп, осыған салмақ қою керек еді осы нәрсені деп айтатындай. Мен есте сақтау қабілетім қатты күшті емес та, бірақ соңғы 2-3 айда бір блогерге бердім, атын айтпай қойын, рейтингі түсіп кетер. Бір намек деп айта салайын, гитарамен өлең айтады, короче, болды. Бір командада бір кісінің, бір жігіттің сыныптасы болған, ол бұрын бірге оқыған, бірақ через кого-то біреумен шығып анаған рекламаға 60 мың ба бердік рекламаға. Короче, кішкене айтайын бар ғой, одан алдын тағы бір жігітке бердік 10 мың теңгеге реклама. 10 мың теңгеге берген блогерден келген адамның саны анадан көп қой, короче. Есте қалғаны 60 мың. Есте қалған, осы соңғы 1-2-3 айда болды, бір блогерге берген кезде 60 мың теңгеге плотно қадап қалғанбыз. Тағы көп кәсіпкерлердің нелері мынандай сұрағы өздерінде ішкі қатты өздеріне келетін сұрақ мынандай сұрақ бар да. Маркетологқа қанша ақша төлеу керек? Сен өзің маркетолог ретінде, мысалы, негізінде маркетологқа мынанша ақша төлеу керек деген бір сума бар ма? Маркетологтың 2 түрі болады. 3 түрі болады. Бірінші түрі начинающий маркетолог. Оларда опыт жоқ болады. Олар опыт жинау үшін кез келген нәрсені жасауға дайын. Тегін жасауға болсын дайын, мысал ретінде. Ондай мамандармен көбісі жұмыс істегісі келмейді. Көбісі опытын іздейді. Қарап тұрсам, маған да күніне көптеген, шын айтайын, бір 2-3 компания келіп жатады маған. Бізге маркетолог болшы, осындай деп ше. Бұл бір. Екінші маркетологтың түрі бар. Бұл реально опытный маркетологтар. Ол жұмыс істеп жүрген мен білем. Мысалы, Сулпакта жұмыс істеп жүрген 1-2 маркетологтар білем. Тағы да қай жерде бар? Теле2 актив центрда жұмыс істеп жатқан 1-2-ін білем, мысалы. Жақсы жұмыс істеп жатыр, жақсы ақша тауып жатыр. Олардың табысын айтатын болсам, кемі 400 мың табысы бар, мысалы ретінде. Үшінші маркетологтың түрі бар. Олар курстарға тойып алған тек қана оқытады. Олар жұмыс істеп услугамен айналыспайды. Олар просто оқытып ақша табады болды. Өздерінің инстаграмдары дамымаған. Өзі смс-шіктім дейді, бірақ аккаунтында подписчигі жоқ, дұрыс тауып, живой аудиториясы жоқ. Ондайлар маған да. Осындай 3 түрлі не бар. Ал шын айтқан кезде жақсы маркетологтар егер командаға штат қалуға болады, оларға айлық төлеп алуға болады, болмаса процент беруге болады. Оклад плюс процент берген дұрыс. Негізінде мен де өзім сондай маркетологтарды жиі іздеймін. Көптеген проекттер болды, атқаны болды, атпағаны болды. Соның ішінде атқандары сабақ онлайн болды бізде, жақсы атқаны мысал ретінде. Сабақ онлайн қазір 37 миллион сондай оборот бізде қазір. Бағанағы маркетологтар 990 теңгелік курс, 3 курс, 2 курс өтіп алады, білмеймін қанша курс өтіп алады. Сосын үйретіп кететін, маркетингпен айналысып кететіндер жайлы өзің
көз қарасында айтсаң соларға. Сәке, мен былай айтайыншы, мен командама жақсы SMM-шік іздедім. SMM-шік іздедім, шын айтқан кезде. Мейлі, жарайды, маған спикер іздедім. SMM-шік маған жұмыс істейтін емес, маған үйрете алатын спикер іздедім. Шын айтқан кезде таппадым. Шымкентте бір дені дұрыс SMM-шік таппадым шәкен. Көп деген жерден іздедім. Мен де кезінде командамда жұмыс істеген, агентствода жұмыс істеген SMM-шіктердің өзі қазір өздері бір магазин ашып, уже кәсіптерін аяққа тұрғызып жұмыс істеп жатыр. Олар қайттан келіп SMM-шік бол деп айтсам, оларда қазір біреулерінде уақытты қыз, екіншісі басқа қалада деген сияқты сондай болып жатыр да. И біздің негізі шын айтқан кезде қазақ аудиториясында SMM-шіктердің көбісі марафон деңгейінде ғана қалып қойған. 990 теңгелік курстың деңгейінде ғана қалып қойған. Бір күні бір қызық жағдай болды. Осы Инстаграмнан бір SMM таргеттер жазып қойыпты, Инстаграмның имясына. Сонымен бір қызға жаздым. Қарадым, бір жаңағыдай қайда оқыған жазып қойыпты несінің аккаунттың басына. Айтпай-ақ қойын, тоже реклама болып кететін шығар. Сонымен жаздым, сәлеметсіз, маған спикер керек еді, SMM-нен үйрете аласыз ба дегенім қазақша. Иә, үйретемін деді. Қайда оқығансыз дегенім, ана кісі түріне қарасам бір әп-әдемі қыз, бірақ ана бір үлкен 5-6 бала шағасы бар әйел сияқты жауап берді. Короче, бірінші адам деген жазбастан бұрын оқымай ма, анау мынау туда-суда деген сияқты. Сөйтіп, короче, мен түсінбей қалдым. Мен жаздым сосын, короче, сіз тек қана көрдім, қақта оқығанымды жазып қойсың биылға. Бірақ тек қана сол жерде ғана оқып шектеліп қалмаған шығарсыз дедім да. Сонымен тағы біреудің бір продажа курсын оқып алған екен. Сонымен, короче, анау таргет үйреніп алған, SMM үйреніп алған, өзінің аккаунтында подписчик гифтан жиналған, лайктарының өзі ары кетсе 300-ге барады, подписчикті біраз жинап тастаған енді. Жұмысын көрсетті, бір аккаунт жіберді, косметолог, жоқ, корейский косметиканың аккаунтын жіберді. Ана аккаунтта максимум 9 лайк, короче. Гифтан 10 подписчик жинап тастаған тоже. Мен айттым, жұмысыңыз осы ма дегенде, мен услуганы енді бастап жатырмын, бірақ тікелей эфирмен 1 миллион продажа істеймін дейді, короче. Сен SMM-шік та емессің, сен таргетолог та емессің, сен просто продажниксің ғой деймін да анаған. Сөйтсем, енді ондай адамдар көп. Сол себепті мен шын айтайын, үйреніңіздерші, оқыңыздаршы, Инстаграмнан клиент тартуды, продаж жасауды, дұрыс контент жасауды, дұрыс креатив жасауды үйреніңіздерші. Біздің Шымкентке ондай мамандар ауадай керек, шын айтқан кезде, ауадай. Маған оқып келіңіздерші, мен сіздерге проект алып берейін, бір толып жатыр. Неше түрлі магазин, неше түрлі ресторан, неше түрлі көп бар, барлығына SMM-шік керек, учебный центр, басқа. Андай курс деңгейінде қалып қоймаңыздаршы, өтініш, үйреніңіздерші. Иә, сол негізінде осы үйренуге проблема көреді көбісізді. Сәл бір банады 990 теңге курс оқып алып, сонымен кетті, ұшады енді ары қарай. Мен істей алам деп. Негізінде көп жерде стаж ғой шешіп кететін негізінде. Осы Сапар бір байқаған, мен сен енді Инстаграмды бір алдында қарап жүретінем. Бір кездер Инстаграмда жоқ болып кеттің, шықпай қойдың. Карантиннен кейін ау, сосын сен бір стрессте болдым кейіннен деп, соны бір постында ма айтып қалғаның бар еді. Сол кезде айтып берші, қалай болды? Неден болды? Былай болды. Негізі Инстаграм, мен сіздерге бір мысал келтірейін. Қарапайым таңертең ұйқыдан ерте тұруға белгілі бір себеп және салдар керек. Мысалы, азында сізді аэропорттан біреуді күтіп алу керек болса, сіз ерте тұрасыз полигон. Тура сол секілді Инстаграмда жұмыс істеу, күнделікті сторис салу, оның барлығы жұмыс шаққан кезде. Пост салу, дұрыс коллаборация жасау, мысалы ретінде, дұрыс блогерлерге реклама беру, оның барлығы қарап тұрсаңыз жұмыс. Бірақ бұны жасауға белгілі бір себеп керек. Және салдар болу керек. Маған карантин кезінде мен Инстаграм вообще неактивный болып кеттім, потому что маған Инстаграм керек болған жоқ. Мен Инстаграмда істесем, сол кезде жақсы продажа істеуге болатын маған, жақсы дамытуға болатын. Бірақ мен операционка кіріп кеттім. Сабақ онлайн операционкасына кіріп кеттім. Бізде франшиза бөлімін басқардым сол кезде. Мен сол кезде түсінгенім, Инстаграммен айына осылай Инстаграмды дамытып, жасап жүріп, айына 2-3 миллион тауып жүрсем, мысалы ретінде. Ал Инстаграмсыз сол кезде бір айда, в общем, 2,5 айда 28 миллион продажа істедім да, 28 миллион. Оның маған почти 40% маған қалады да, почти ойлаңыз. Сол себепті маған Инстаграмсыз да жақсы таба алдым да, просто айтқан кезде. Бірақ курс жасау, басқа деген тема болған жоқ менде. Үйрету, бірақ көбімдір сұрап жүріп менен, үйретіңізші, басқа алыңызшы деген секілді.
мен амал жоқ Алматыға жібердім, барып оқып кел дедім. Бір емес екі інімді жібердім барып оқытуға. Екеуі де қатырмай келді, короче. Сөйтсе көп ана бүгін бір қызық болды, машинаның майын ауыстырдым. Бір күшті жерге барған ғой, рекламасы ұрып тұр. Десем ана жердің несі сервис онша емес, в общем, майы нашар деген сияқты. Сондай жерлерде бар екен. Маркетологың мықты шығар мүмкін. Сені маркетинг арқылы шақырбаған. Жоқ, мен андай танысымның несіне барған ғой негізінде ше. Танысым болған екен барған ғой. Сөйтсем рекламасы ұрып тұр екен шынымен иә. Сондай болды. Стресс бойынша айтатын болсам, стресс не болды сол стресс? Иә, стресс бойынша айтатын болсам, стресс ол любой бизнесменнің басында болатын нәрсе. Менде кассовый разрыв болды. Кассовый разрыв өте үлкен болды. Мен жаңағы суши пицца ашқан кезде кухням не то болды да, мен минусқа кетіп қалдым. Короче, келген клиенттерді дұрыс жаңағыдай жібере алмадым. Айтқан кезде суши үйіне барам дегенше көршілері шашылып кететін болды. Пиццаның ана жеуге келмейтін пицца деп кетті. Өйткені менде кухня не то болды. Поварларым дұрыс болған жоқ. Мықты поварлар таппадым. Сол болды. Бірінші минусым, екінші минусым менде нем жабылды, маркетинг агентством жабылды. Потому что клиенттердің барлығы карантинде уже тоқтатты жұмыстарын. Ол да бір ойлаңызшы, жұмыс істеп тұрған бизнесің жабылып жатса, тоқтап қалып жатса, уже стресс, білмеймін, сол кезде түсіп кеттім стресске. И біраз уақыт жүрдім шыға алмай. И сосын жаңағыдай суши пицца ашып неғылған кезде оның да рекламасын істеп жатыр едім. Тоже сондай болып қалды. Ұзағы 3 ай өмір сүрді. 3 ай өмір сүрді. 3 айдан кейін уже жоқ. Ол проектім жабылды. Сонымен стрессте жүрген кезімде сол сабақ онлайн келді. Сабақ онлайн бір 2 жігіт келді. Қазір екеуі партнерім менің. Осындай сапар, сен мықты маркетологсың, өзің түсірме, давай бізбен бірге. Давай сен осындай біздің проекттің осындай долясын саған, сен осылай істе дегеннен кейін мен бүкіл фокусымды соған салып кірісіп жақсы деңгейге шығардық. Негізінде қазір осы медиа саласында жүргендердің мен өзім байқағаным, қасымдағылар карантинде қайтаға жақсы тапқан сияқты болды да, өзінің сабақтарын үйретіп, адамдарға пайдалы, уақытын құр бекерге өткізбеуге. Мен өзім де марафон өткіздім, сол карантин бітіп жатқан уақытта еді. Сол кезде уақытты қалай дұрыс пайдалану керек, сол туралы марафон өткізгем. Оны өзі көрдім. Жүгіру бойынша. Иә, әлі де өтейін деп жатыр, әлі де бастап жатыр енді. Күнде қарап жүреміз ғой сіз, Сәке. Ой, рахмет. Сапар, тағы бір сұрағым. Өзің 18-20 жасар Сапарға қандай ақыл айтасың? 18-20 жасар Сапар болса, қызға көп қарай берме, білім ал дейтінім. Өзің көп қыздарға қараған. Иә, қызға көп қарай берме, білім ал, оқы, ізден деп айтатыным негізінде. Сол 18-20 жас кезінде жұмыс істеуге қатты асығатын кезім болған. Мен 13 жасымда ең алғаш жұмысым істеген. Астанаға барып складта жұмыс істеген. Бірақ түсінгенім, сол кезде біз жұмыс істеуге асығат екенбіз да, ақша табуға деген секілді. Өйткені бізде тәрбие сондай, тек қана ақша, белгілі бір қиын физикалық түрде үлкен еңбекпен, маңдай тер дейді, кеппен шабу деген нәрсемен ғана тәрбиелеп өскенбіз, ауылда, басқада. Ал басты істетіп, білімді алып, қабілеттерін дамытып, ақша табу деген нәрсені кейін үйрендік қой. 20-ға келген кезде, 21-ге келген кезде. Енді нақты қандай? Қызға қарама и жұмыс істе. Қараңыз, енді қызға қарама деген бұл шын айтқан кезде қалжыңдау негізі. Шын айтқан кезде ең бірінші айтатын нәрсе, әр нәрсе уақытымен болады. Әр нәрсе студент кезімде көп жұмыс істеуге асығатын. Остановкада секундомер болдым, кондуктор болдым, не жұмыс істемедім, әйтеуір істеп жүрдік. Бірақ түсінгенім, мен әлі күнге шейін ағылшынша дұрыс білмеймін. Орысша вообще білмеймін негізі дұрыстап. Кейде бір орыспен сөйлескен кезде бүкіл сөзім бітіп қалады, короче. Ар жағы соңын қазақша ұрамыз, жетпей қалған жерлерін. Түсінгенім, сол 18, 19, 17 жаста маған соларды үйрену керек еді. Әлі де кеш емес, қазір де әйтеуір қолымызда бір словар жүреді, үйреніп жүреміз. Просто білім алу керек. 17, 18, 19 жастарында білім алу керек. Өйткені ары қарап 20 жастан 63 жасқа дейін 43 жыл бойы сен жұмыс жасайсың. Көп жұмыс істейсің. Демалыс
іздейсің. Қазір қашан демаламыз деп жүресің ғой, мысал ретінде. Демалыс жоқ, жұмыс көп. Түсінгенім, сол уақытта сол ағылшын тілін үйрену керек еді, орыс тілін үйрену керек еді. Үйренетін нәрселер өте көп негізінде ше. Өте көп үйренетін нәрселер. Иә. Оны менің білетінім, түк білмейтінім деген бір сөз бар еді ғой, сол астары үлкен мағына береді негізі. Бір 2005 жылғы 2 баламен жұмыс істеймін. 2005 жылғы біреуі мобилограф, мықты видео түсіреді. Анандай видео түсіретін жігіттер таппаймын негізі мен. 2005 жылғы бала, 10 оқиды. Айына мен өзім 70-80 мың теңге әшейін беріп тастаймын ана балаға. Одан кейін тағы 2005 жылғы бір бала бар, дизайнер. Менде қазір жұмыс істейді. Әр баннерге 1000 теңге төлеймін. Бір айда қателеспесем 80-90 баннер істеді бір айда. Бізден заказ алады. Ойлаңызшы, 10 оқитын бала 80-90 мың теңге просто менен алады. Менен бөлек тағы да бір 3 проектісі бар. Біреуді инстаграмдарына баннер істеп береді, басқа істеп береді, олармен айлыққа келіскен. Почти қанша аласың десем, сәке сіздікімен қосқанда 150-200 дейді. Ойлаңызшы. 10 сыныптың баласы. Ақша таппауына енді басты себеп сенің білімсіздігін сол ғана ғой негізінде. Көп адам соны түсінбейді негізінде. Тағы Сапар сұрағым, 2021 жылы Сапарды қандай өзгерістер мен жаңалықтар күтіп тұр? Біз білмейтін. 2021 жыл мен халыққа негізі мынандай ғой, кез келген кәсіп бұл қоғамға пайдасы болатын іс қой негізінде. Мен 2020 жылы қазір мен 2 проекті жасап жатырмын. Біреу workshop деген платформа жасап жатырмын. Бұл платформада бүкіл маркетологтар өздеріне клиент таба алады, кәсіпкер таба алады. Бүкіл кәсіпкерлер өздеріне маркетолог таба алатын бір платформа жасап жатырмын. Бұйыртса бітеді, уже күтіп жүрмін, даталы асыл күтіп жүрмін. Сол бітсе, сол проект менің өтетін 100% уверенмін. Потому что біз оның маркетинг стратегиясын құрдық, SWOT анализ жасадық, ABC тест жасадық полностью. Шын мәнінде өте жақсы проекті. Мен көбінесе осы 2021 жылы IT проектіден жақсы нәтиже шығарам деген ойдамын. Сәттілік жұмысына дұрыс. Сапардың өмірлік ұстанымы қандай? Менің өмірлік ұстанымым бүгінгі жұмысың ертеңгі күн нәтижесі, бүгінгі еңбегің ертеңгі күннің жемісі деген сияқты. Мен шаршаған уақытымда ертең зато демаламын ғой деп жұмыс істеймін. Сол себепті басқа кісілерге айтатын кеңесім, бүгін мейлі шаршайтын шығарсыз, бүгін мейлі қиналып өмір сүретін шығарсыз, бүгін мейлі сіз қарныңыз тоқ болмайтын шығар, ұйқыңыз қанбайтын шығар, бірақ сіз ертеңгі күніңіз осы бүгінгі күніңіздің жемісі болады деген сөз. Мен сенің алдында бір ненді инстаграмда сторыстарында бір байқап қалдым. Қуаныш Шонбай мырзадан деп айтайын. Содан білім алдым. Жеке қабылдауында болдым ба? Жеке қабылдауында да болдым. Одан кейін Gami Pro деген курсына қатыстым. Енді ол жерде маркетинг бойынша емес, ол жерде бизнес бойынша сабақ болды. Доходы миллионнан жоғары адамдар қатысты ол жерде. Неге Алматыға барып келіп оқып жүрдім. Енді, в принципе, маркетинг агентство жұмыс істеп тұр еді бізде. Қалай біз оны тағы дамытып, франшиза ретінде нарыққа шығарсақ па деген ой болған. Сол кезде сол кісіден біраз білім алдым. Түсінгенім бойынша франшизаға сатуға келетін бизнестер болады екен, келмейтін бизнестер болады екен. Біздегі маркетинг агентство франшиза сатуға келмейді екен негізінде. Содан біз оны шығарған жоқпыз, бірақ әлі күнге дейін сол кезде алған білімді әлі күнге дейін қолданып келемін. Сол сұрайын дегенім сол ұқсастық бар ғой деп атқаным ғой. Қуаныш мырза көп әрине. Мен сіздерге айтайын, мен жақсы көшіретін адам бұл ең жақсы маркетолог дейді негізінде. Мүмкіндігі болса, миыңызға идея келмесе көшіріңіз. Жақсылап көшіріңіз. Зато сіз нөлде тұрған жоқсыз, сіз белгілі бір деңгейге шығасыз. Айтады ғой, ұстаздан шәкірт озар дейтін сар ретінде. Сіз хотя ұстазыңыздан үйреніңіз. Әрине ол Қуаныш мырза біздің ұстазымыз.
сол сенен ұстазба деп сұрайын деп жатқаным сол ғой. Содан ол кісілер біздің ұстазымыз, бизнестегі ұстазымыз ол кісілер. Жаңағыдай бізге оң солды түсіндірген, именно біз анау орыстарды қараймыз, мен орысшам жетпесе де орыстарды қарай беремін негізі ше. Бүкіл рекламасын зайып қалдырып, олармен сөйлесіп деген секілді. Енді ол кісілер біздің ұстазымыз, ол кісілер бізге бизнес туралы соларды үйретті, жаңа гипотезаларды тестілеуді үйретті. Мен как раз сол кезде анау Аяздың курсына қатысып жүргенмін, скорость деген. Қасымда Димаш деген жігіт бар, екеумізге ақша төлеп қойғам. Суббота күні целый день Аяздың сабағы болады. Пятница күні ма, четверг күні ма, кімнің сабағы болады? Пятница күні. Қуаныш мырза сабағы болады, сосын екі жақта жүрдім. Орысшамды түсінбегенімді барып қазақшадан үйрендім. Сөйтіп жалпы бизнес туралы мен ол жерден өте үлкен жақсы инсайттар алдым и көптеген кәсіпкерлермен таныстым. Қазір солар менің клиентім болып жүреді. Оларға реклама істеп беремін. Кез келген нәрсенің адамнан плюс алуға болады, пайда алуға болады. Ол адамды мойындамай, мен оны танымаймын, мен одан үйренген жоқпын, оқыған жоқпын демей, оқыдым ба, как она есть, оқыдым, үйрендім деп айта беремін. Дұрыс. Жатып алып, үйде ойланып, жата бермей, велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Велосипед ойлап табылып қойған ғой. Ол дұрыс өте. Сенің ойынша бай адам деген кім? Бай адам деген қандай адам? Байдың екі түрі болады ғой. Бірінші рухани бай, екіншісі қаржылай бай деген сияқты. Бай адам бұл 12 мүшесі сау, ата-ананың берген денсаулығы бар, ризық несібесін тауып жататын адамды бай адам дейді негізінде. Менің көзқарасым осындай. Біз әрқайсымыз баймыз. Өйткені бізде байлық ата-ана, отбасы, ата-әже, ең басты байлығымыз осылар. Мен сіздерге айтайын, бұл мотивация беру емес. Өйткені мотивация, ешекке мотивация берсең ат болып кетпейді. Сол секілді мен сіздерге бір мотивация беретін насозымды, жел беретін насозымды алып келген жоқпын. Айтқым келген әңгіме тек әрекет ету керек. Білмейсің ба, көшір. Просто әрекет жасаңыз. Ойыңызға не келді, жасаңыз. Жасай беріңіз. Болмай қалса да жасаңыз. Главный, өз қателіктеріңізден сабақ алып, дұрыс жасай алған кезіңізде сізде барлығы жақсы болады. Барлығы болады, супер болады. Қателесуден қорықпаңыздар. Тегін берілген ақпараттың іске асуы, іске жарауы қаншалықты рөл ойнайды? Мен көптеген, даже қазақстандық болсын, бүкіл Россияның бүкіл вебинарларына қатысам. Ойлайтын шығар мен ешін қатысады деп. Кез келген тегін нәрседен бір пайдалы нәрсе алуға болады. Кез келген тегін нәрседен. Даже осы тегін бүгінгі эфирдің өзінен пайдалы нәрсе алуға болады. Мен сіздерге айтайын. Қандай пайда дейтін болсаңыз, қараңыз, мен түсінгенім бойынша мынандай. Бұны көптеген мықты бизнесмен кісілер айтады. Кез келген нәрседен қателік таба біл дейді. Қателік таба біл. Тәтті сөзге еріп, сен мықтысың, сенің қолыңнан келеді деген кезде, күштекен, иә менің қолымнан келеді деп емес. Қателік таба біліңіз. Мысал ретінде айтатын болсақ, Сырымбек Тау деген ағамыздың бір жақсы әңгімесі айтады. Джек Маның қателігін тапқам дейді. Джек Маның қателігі кітабында бұл 2005 жылдары мен осы нәрсе істегенмін деп жазған дейді. На самом деле ол істемеген дейді. Мен оны өзіне де айтқам дейді. 3 рет кездескен, өзіне де айтқам дейді. Сол секілді мен көптеген вебинарларды қараймын, тегін нәрселерді, тегін чек-листтер алған кезде пайдалы нәрсені аламын. И содан қателік іздеуге тырысу керек. Яғни қандай ошибкасы бар. Өйткені сол кезде өзіңіз қайсам екен, самый лучший инструменттен, самый лучший заттан, білімнен белгілі бір қателігін тауып көріп алсаңыз, сол қателікті келесіде өзіңіз қаламасаңыз, онда сіз нарықта бірінші боласыз. Біздің Шымкентте 5000 тамада болса, соның 4000-ы номер 1-мін деп айтады екен да, номер 1-мін деп. Сол секілді номер 1 болу үшін шын мәнінде жақсы әрекет, қателікті нақты тауып, соны дұрыс түзеп, келесіде қайталамау. Ол анау өзін мақтаған өгізбен тең дейді ғой. Анау өзін емес, халық нарық айту керек оның мықтылығын ше. Өзіңнің бір мақтанатындай бір проектің бар ма?
осы күнге дейін жасаған, мен осы проектімен мақтанамын дейтіндей, өзімнің жасап жатқаным емес, клиенттердікі. Менің мақтанатын проектім қазір екі проекті бар, біреу емес екеу. Бірақ ең қатты мақтанатыным бұл бізде мынау интернет-маркетинг саласын оқытатын, бізде қазір Абдрахман маркетинг скул мектебін аштық, уже екінші лек болып жатыр. Өте қатты мақтанатыным, уже бір ай болып жатыр сабақтың басталғанына. Бірінші ай бітпестен бұрын уже біздің жаңа шәкірттеріміз уже бірнеше проекттер тауып алған. Қазір Global Coffee'ге видеороликтер түсіп жатыр қазір, да, мысалы. Уже кәдімгідей мықты нәтижелер шығып жатыр. Ең мақтанатыным осы, мамандарды қалыптастырып жатырмын, жақсы мамандарды, білімді, сапалы, нәтиже шығара алатын мықты мамандарды дайындап жатқанымызға қуанамын. Командамызбен. Ең мақтанатыным осы нәрсе. Енді сырт көзге қатты көрінбейтін шығар, біз андай әзірге нәтиже шығарып, кейсті көрсетіп алғанша қатты реклама жасап, массаға, количествоға жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Сол себепті сол өзімнің ісіме мақтанамын. Екінші, бізде 3 ай бұрын келген 38-40 жинап жүрген оқушыларымыз 3 айдан кейін 98-110 жинап жатыр да, ұбт бойынша. И біз осыдан қазір қаншама жастардың 11 сынып оқушыларының ұбт-ға, грантқа түсуіне көмектескеніміз, ықпал тигізгеніміз үшін мақтанамыз қазір. Нақты 1700 оқушы бізде ұбт-ға дайындалып жатыр. 1700 оқушы бізбен қазір нақты по факту оқып жатыр. ұбт 11 сыныптың өзінде. Ойлаңыз, 130 мың оқушы бір жылда ұбт-ға тестке өтініш қалдырады екен да, биыл 152 мың болған. Соның 1700 оқушысын біз қамтамасыз етіп тұрмыз. Ол почти 1%-тің өзі болатын шығар. 1%-дің өзін біз жаңа оқытып, нәтиже шығарып жатқанымызға мақтанамыз. Сабақ онлайнмен. Енді қосылып жатқандарға уағалейкум ассалам деймін, мына жерде ассаламуалейкум деп жазып жатыр. Енді Құдай қаласа эфирді сақтаймыз. Жаңа өзімнің сторисімде айтқам, негізін сақтамаймын деп эфирді ше. Негізінде адам, егерде адам көп болып отырса, маған шабыт береді да бұл нәрсе. Содан кейін әрекетке. Осы жерде қазір Сәке былай жасайық, сіздің сұрақтарыңызды қоя жатасыз. Аудиториядан да бір-екі сұрақтар тыңдап көрейік. Уже менің бір сұрағым бітуге аз қалды негізінде. Соң қойып бітіре салайын, сосын не істейміз. Бір соңғы сұрағым болсын осы. Адам өзінің даму үшін әлеуметтік желіні қаншалықты дұрыс пайдалана алады? Өзің айта аласың ба? Қараңызшы, егер сіздің дамуыңызға әлеуметтік желі қажет болса, міндетті түрде ең бірінші подписка бөліміңізді тазалаңыз. Подписка бөліміңізді. Күнде сіз кімді қарайсыз, соларға қарап өсесіз. Соларға еліктегіңіз келеді, соларды көріп, солардың жасағыңыз келеді жатқан кезде. Сол себепті, егер әлеуметтік желді сіздің дамуыңызға пайдасын тигізсін десеңіз, міндетті түрде қарайтын, оқитын адамдарыңызды нақтылап алыңыз. Ол адамнан біріншіден не аламын, қандай пайда аламын? Екіншіден, ол адамның қандай пайдасы маған қажет, мысалы ретінде, қай саласы қажет, қай заты қажет, не нәрсесін алуға болады, несін алмауға болады деген секілді. Осы нәрсені қарау керек та. Үшіншіден, сіздің міндетті түрде әлеуметтік желіде оқитын тақырыбыңыз әртүрлі тема емес, мысалы өзіңіздің дамуыңыз белгілі бір бағытта болатын болса, сол бағыт бойынша көбірек ізденіңіз. Сіз нарықта әлі кішігірім балықшы шығарсыз, бірақ сізден де үлкен акулалар бар ғой. Егер сіз өзіңізді тоже мықтымын деп, мықты деңгейде қалыптастырамын дейтін болсаңыз, акулалардың қасында жүру керексіз ғой. Жатқан кезде, сол кезде тез дамисыз, тез өсесіз. Бұл дегенім әлеуметтік желіде жақсы, белсенді, мықты жүргізетін адамдармен танысу керек, араласу керек. Мен әрқашан ашықпын кез келген адамға. Маған көбісі шок болады, жазса жауап берем. Бір күні жауап берейін, бір қыз жылап қалды. Неге жылап жатсыз десем, кәдімгідей сторис видео жіберіпті да, жылап жатқан. Не үшін жылап жатсыз десем, сіздің жауап бергеніңізге қуанып кеттім дейді. Сөйтсем көбі жауап бермейді екен. Сол себепті мен әрқашан ашықпын кез келген адамға, кез келген. Менің аудиториямның аты чемпион, өзі біледі, чемпиондарыма ашықпын. Любой время мүмкіндік болса көмектесеміз барлығына. Дұрыс, қазір көп байқаймын негізінде. Менің де арамда таныстарымда да бар. Подписка бөліміндегі
жазған адамдарды оқымай авторитет көреді негізінде, көбейіп тұрса, сол көбейіп тұрса. Жалпы эфир қалай болды? Басынан аяғына дейін отырғандар болса, бір белгі тастап, немесе сөздеріңізбен жазып кетсеңіздер. Және Сапар, біздің осы эфирді, сен мен екінші қонағымсың. Алдында эфирді Саятпен өткізгенім, Саят бауырыммен, екінші өзің болдың. Негізінде жалпы осындай сұхбатқа қаншасыншы сұхбат осы беріп жатқаның? Менің ба? Иә. Мен эфирге шықпағаныма көп уақыт болған еді. Жоқ, сұхбатқа деймін. Эфирге емес, сұхбатқа. Сұхбатқа мен білмеймін, есімде жоқ. Біразына шығып тастадым. Қанын айта алмаймын, білмеймін. Бар әйтеуір. Жақсы ғой негізі бұл. Жақсы ғой, өте жақсы ғой. Аудиторияға жақсы. Коллаборация деген нәрсе өте тамаша нәрсе. Дұрыс. Әлі де алда қонақтарды шақырамыз бұл эфирге. Осылай эфирді күшті болып жатса, отзывтар жақсы келіп жатса, әлі де жалғастыра береміз. Түрлі қонақтарды шақыратын боламыз болғанша. Менің эфирімнің бір қызық жері бар. Сапар, жалпы осы қазіргі эфирді көріп отқандар, екеумізді скрин жасап алып, отзывтар тастап отыр. Как раз осы отзывтармен скрин жасап алып, өзінің сторисына салып, Сапар Абдрахманмен мені белгілеп, Сабыржан Абдрайымбекті белгілеп, осы эфирден қандай ой түйді, соны жазып кетсе. И біз оларға сыйлық береміз. Сен қазір курсын бар ғой, курсыңнан скидка бересің ба, или қалай? Или кездесіп, өзінің жеке дамуына бір 2 сағаттай уақытыңды бөліп, дегенде 1 сағат, 2 сағат уақытыңды бөліп. Сен не бере аласың? Так, мен адамға балық бермей қармақ бер дейді ғой. Солай, қазір, мысалы, көп кәсіпкерлерге, көп магазиндерге, көп адамдарға қажетті бұл Инстаграмда инстамаска деген нәрсе бар. Инстамаска. Инстамасканы кез келген ноутбугі бар адам жасай алады. Бұл қатты қиын емес. Соның дайындалған 10 сабақтан тұратын менде дайын 150 мың теңгелік сабағы бар, курсы. Сол курсты мен 2 адамға берейін. 2 адамға. Өзің, давай, онда осы эфирді көргендер, қазір көріп отқандар, алда көретіндер болса, эфирді, бірақ олар енді отзывтарды белгілей алмайды, жалпы эфирді көріп шықса, 2 күннің ішінде, бір күн 24 сағат тұрады ғой, айтпақшы. 24 сағаттың ішінде дәл осы күйімізді, екеумізді скрин жасап алып, өзінің сторисына салып, өзінің пікірімен бөліссе, Сапар Абдрахманның 2 адамға курсы бар, инстамаска курсы. Сыйлыққа беріледі. Мен қазір сол курсты оқыған адамдардың ішінен мен білемін, кейбір жақсы сабақты қараған кісілер бір масканы 15 мыңға, 20 мыңға жасап отыр. Бір айда кемі 5 маска жасайын дейді, даже 10 маска жасайтын кезі болады. Көп қой, кез келген блогерге керек болады, магазиндер керек болады, логотипін қойып қояды бетіне деген сияқты. Көп керек болады, и кез келген Инстаграм иесіне керек нәрсе бұл сұраныста ие, жақсы саталса болған. Біз еще ол жерде қалай сату керек, қалай клиент табу керектігін үйретіп қойғанбыз, соны көрек. Анау ақыл сұрауға барсақ бола ма дейді мына жақта сұрақтар. Так, Банағы 2 адамға емес, 1 адамға курсты беріп, 1 адамға өзінің жеке кездесуіңді бере аласың ба? Егер ол адамның нақты сұрақтары болса, бере аламын. Нақты сұрақтары болса, нақты сұрақпен, кемі 10 сұрақпен келу керек. Сөйтіп солай келсе жарайды. Бір жарты сағат, 1 сағат уақытымды бөлуге тырысайын. Мына жерде бір жақсы сұрақ бар екен, Заке. Химия пәні бойынша сабақтарды жасадым, бірақ өтпей жатыр. Курсым, сайт бәрі бар, қандай кеңес бересіз дейді. Ең бірінші қараңызшы, бұл кісі қазір курсын жауап бере салайын, мына кісінің курсын жасаған, сайты бар. Мен айтқан бірінші, бұл кісіге қандай офер қолданып жатыр. Осы нәрсені сұрағым келеді. Екіншіден, упаковка жасаған ба? Қандай упаковкасы жасалынған? Соны білгім келеді. Егер ғалым осы сұрақтарға жауап бере алсаңыз, мен жекемен шықсаңыз, мен сізге көмектесейін. Так. Қазір менде қандай сұрақтар бар? жасап алайын, Сапар.
Так, скрин жасап алайын. Сторисқа салып, қазір мен де бір белгілеп қоям. Шарттарын бана түсіндірдім. Сторисқа салады, өзінің сторисына өзінің пікірімен бөліседі. Екі адамды өзін анықтап аласың ғой, Сапар, ұнағаны арасында. Жақсы. Иә, өзім анықтап алам. Егер жақсы белгілеп, жақсы пікір жасса, әрине. Сторисіме тоже отметить салып қоям, сторисіме. Менің сторисімді кемі 2000 адам қарайды. Сол себепті тоже ол жақтан да біраз аудитория сізге өтуде мүмкін. Так, бұл жерде тағы бір сұрақ бар екен. Дұрыс, сата алмай жатырмын, таргет жіберем, бірақ дейді. Трафик келіп жатыр, сатылмай жатса екі нәрсе дұрыс емес. Біріншісі, сіздің нақты целевой аудиторияңыз сатып алмайтын адамдарға реклама жасап, соларды жинауыңыз мүмкін, солар келу мүмкін сізге. Екінші жағдай, сіздің скриптіңіз дұрыс емес. Бұл жерде скриптіңіздің сценарий дұрыс емес, арнайы call to actionдарыңыз дұрыс емес, one time offer дұрыс емес бұл жерде. Егер соны дұрыстай алсаңыз, продажаңыз өседі, келген трафикті дұрыс ұстап қаласыз. Так, сосын тағы бір сұрақтар бар екен. Сізде Қуаныш Шонбай сияқты курстар ма? Иә, Қуаныш Шонбайдан жақсы курстар бізде қазір. Ол кісі 2 ай, 3 ай оқыса, бізде 2 ай оқисыз. Бағасы тоже бағасы тиімді. Біздің Шымкент қаласындағылар Алматыға барып, Алматыға барып, уақытыңызды қорытып, проездіңізді қорытып жүрмейсіз, Шымкенттен офлайн оқи бересіз. Бар, негізінде Шымкентте мықты мамандар бар, оның бірі эфирде отырмыз, Сапар мырза. Қалай болды жалпы? Сапар өзіне ұнады ма формат? Маған мына аудитория енді ұнап отыр, сұрақтарын ашылсаңыздаршы, сұрақты қойсаңыздаршы, жақсы сұрақтар. Мен шансты жібере алмасаңыздаршы негізі. Негізі сізде жақсы сұрақтар қоя алдыңыз, аша алдыңыз. Енді аудиторияда андай жақсы сұрақтарын қойса, в принципе аудитория ұнап жатыр, жақсы сұрақтарын қойып жатыр. Менің өзімнің аудиториям тыңдайды, тек қана жақсы мағлұматтар. Бәсе, мына жерде кейбір жазған кісілер менің аудиториям сияқты да. Так, яғни таргет SEO жасау клиент жинау еді. Бізде Шонбайда үйретілмейтін автоворонка деген нәрсе үйретіледі. Ол кісілерді 500 теңге екен оны үйрету. Бізде сол 2 айлық курстың ішіне қостық, қазір воронкасын құрып жатыр бүкіл студенттеріміз. Так, маған клиент өте көп керек дейді. Клиент керек болса, клиент жинаңыз 16-17 жасар. Жалпы өз бағытыңды қалай анықтауға болады. Вот маған жақсы сұрақ қойды. Жалпы өз бағытымды қалай жақсы анықтауға болады? Жақсы сұрақ. Қараңызшы, кез келген адам өзінің бағытын бірден анықтап кете алмайды негізі. Өйткені сіздің қазір бағытыңыздың анықталмай жатқанының нақты себебі сізге бала кезден ата-анаңыздан инвестиция жасалынбаған. Яғни сіз өзіңіздің қабілеттеріңізді бала кезіңізден аша алмай қалдыңыз. Сол себепті сіз ата-анаңыздың айтқан мамандығына түстіңіз, оқыдыңыз, қазір сол салада жұмыс жасауыңыз мүмкін. Енді сізге өз бағытыңызды нақты анықтап, өзіңіздің ақша табу қабілеттеріңізді ашу үшін сізге көп дәріс алу керек, үйрену керек. Мен мысалы өзім табу үшін біраз курстарға қатыстым. Тамада болдым, әнші болдым, шаштаразда істедім, повар болдым, официант болдым, программист болдым. Деп көрсе де болады, икигай деп. Икигайын тапса, егерде өзінің сүйікті тапқан болып. Икигайын тапса, дұрыс айтасыз. Сол себепті айтқан әңгіме, өзіңізді табу үшін ізденіңіз, көп ізденуіңіз керек. Так, дамудың 3 тірегін айтсаңыз деді. Дамудың 3 тірегін оқы және оқы деп бар. Так, дамудың 3 тірегі білім, үнемі ізденіс үстінде болу керексіз. Екінші, үнемі анализ жасай алу керексіз. Нарық қалай жұмыс істеп жатыр, қай бағытқа кетіп жатыр, кім кімнен қалай әдемілеп көшіріп жатыр, соның барлығын қарауыңыз керек. Үшіншіден, өзіңіздің артыңызға бір қарауыңыз керек. Қайда, қанша алға кетіп қалдыңыз, қанша жұмыстар істедіңіз, соны қараған кезіңізде өзіңіздің молодец, Сапар күшті нәрселер істеп жатыр екенсің деп өзің де бір шабыттандырып қоясың да, бұл тоже сенің дамуыңа көмектеседі. Сапар, қазір эфирді өшіруге тура келеді, әйтпесе сақталмай қалады. Бізде қазір 1 сағаттан асып кетті. Дұрыс айтасыз. Так, автоворонка сізді көмектесіп
Так, инста бизнес аккаунттарыңызға обзор жасайсыз ба қателіктен? Қалған сұрақтарды жекеге қойса болады ма? Жекеге? Жарайды, қойсын. Мен қазір емес, ертең жауап берейін. Жекеме жаза беріңіздер, мүмкіндігі барынша. Қазір Қазір бұл сұрақ қоятын болса, сұрақ деген өте көп. Жалпы шарттарды түсіндірдік. Түсінбеген болсаңыз, қазір эфирді сақтап көреміз. Сақталатын болса, қайтып көріп шықсаңыз болады, өзіңізге пайдалы ақпараттар аласыз дейді. Мендегі сізді танымайтын, Сапар мырзаны танымайтындар болса, тіркеліп алыңыздар, стористарын қарап жүріңіз. Жақсы, пайдалы ақпараттармен бөліседі. Жақсы, Саке, Алла разы болсын. Сапар, сіз жақта қатып қалды. Осындай жұмыстарыңыз көп болсын. Аудиторияңызға көп пайдаңызды беріңіз. Бұдан да жақсы эфирлерде жолыққанша баршаңызға рахмет. Күндеріңіз, түндеріңіз сәтті болсын. Бүгінгі алған инсайттарыңыз міндетті түрде өзіңізді аудиторияңызға бөлісіңіз, бізді отмет етіп қоюды ұмытпаңыз. Бір-бірімізге үнемі пайдамызды тигізіп, жақсы күндерде кездесейік. Жолыққанша аман сау болыңыздар. Жақсы, рахмет Сапар уақытыңды бөліп келгеніне. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы.